Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару курсын жалғастырамыз. 12-ші дәрістің тақырыбы қалдықтарды басқарудың қазіргі технологиялары. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: қатты қалдықтарды басқару жүйесінің кезеңдері, қалдықтарды басқарудың заманауи технологиялары, халықаралық тәжірибе және заманауи трендтер. Қатты қалдықтарды басқару жүйесінің кезеңдері. Қазіргі урбанизация жоғары қарқынмен жүріп жатқан кезеңде қалалық инфрақұрылымға түсетін экологиялық жүктеме артып, қатты қалдықтардың басқару мәселесі әлем елдерінде стратегияның маңызы бар салаға айналып отыр. Қалдықтарды басқару жүйесі бірнеше өзара байланысқан кезеңдерден тұрады. Олардың әрқайсысы қалдықтың қоршаған ортаға әсерін азайтуға және ресурстарды қайта пайдалану деңгейін арттыруға бағытталған. Бұл кезеңде бір-бірінен тәуелсіз емес, керісінше тұтас экологиялық өндірістік тізбектің бөліктері ретінде қарастырылады. Қалдықтарды басқару процесін ең алдымен оларды жинаудан басқа бастапқы бөлуден басталады. Бұл кезеңде негізгі міндеті қалдықтарды өзінде дұрыс жүктеу, себебі қалдықтардың кейінгі сұрыпталуы мен қайта өңделу сапасы дәл осы алғашқы сатымен анықталынады. Қазіргі таңда көптеген елдерде тұрмыстық қалдықтардың кемінде 5-6 фракцияларға бөлініп жинауы талап етіледі. Олар органикалық қалдықтар, пластик, қағаз, картон, металл, шыны және қауіпті қалдықтар. Әлемдік тәжірибеде контейнерлердің түстері бойынша немесе QR код арқылы белгілеу кең таралған. Жаңа технологияларда қарқынды дамуда. Мысалы, смарт контейнерлер қалдықтардың толымдығын датчик арқылы өлшеп, деректерді онлайн жүйеге жібереді. Бұл тек тұрғындарға ғана емес, қалдық тасымалдау компанияларына да оңтайлы логистика жүргізуге мүмкіндік береді. Қалдықтарды жинағаннан кейін олардың тасымалдау кезеңі жүзеге асады. Бұл кезең көбіне көзге көрінбейтін, бірақ қалдықтарды басқару жүйесінің ең шығынды және күрделі бөлігі. Қазіргі заманғы қалаларда қалдық тасымалдау көліктері GPS навигациясымен жабдықталған, ал маршруттарды оңтайландыру жүйесі жанармай шығынын азайтып, тасымалдауды жылдамдатады. Кей өңірлерде органикалық қалдықтарға арналған бөлек көліктер пайдаланылады. Себебі мұндай қалдықтар тез бұзылып, биологиялық қауіп тудыруы мүмкін. Тасымалдау кезінде негізгі мәселелерге жол қозғалысы, жанармай бағасының өсуі және техниканың тозуы жатады. Қалдықтар тасымалданғаннан кейін олар сұрыптау орталығына жеткізіледі. Сұрыптау қалдықтың басқару жүйесіндегі шешуші кезеңдердің бірі, себебі дәл осы кезеңде өңдеуге жарамды материалдар бөлініп алынады. Заманауи сұрыптау кешенді бірқатар технологиялар қолданылады. Олар магниттік сепарация арқылы металдар алынады, оптикалық NIR сенсорлық пластик түрлерін ажыратады, ал ауа ағынының жылдамдығына негізделген сепараторлар жеңіл және ауыр фракциялы бөлінеді. Кейбір елдерде жасанды интеллектпен жұмыс істейтін роботты сұрыптаушылар кеңінен енгізіліп келеді. Дегенмен сұрыптаудың тиімділігі көп жағдайда қалдықтың бастапқы дұрыс бөлінуіне байланысты, себебі аралас немесе ластанған қалдықтар өңделуі қымбат әрі қиын. Сұрыпталған материалдар қайта өңдеу өндірісіне бағытталады. Қайта өңдеу қалдықтарды экономикалық айналымға қайта енгізуге мүмкіндік беретін ең экологиялық тиімді кезең. Пластиктер жуу, сақтау және грануляциялаудан өтеді. Нәтижесінде қайта қолданылатын полимер түзіледі. Қағаз қалдықтары целлюлозаға айналып, жаңа картон немесе қағаз өнімдерін шығару үшін пайдаланылады. Металл қалдықтардың қайта өңделуі энергия тұрғысынан өте тиімді, себебі алюминийді қайта балқыту алғашқы өндірісіне қарағанда 90-95 энергияны үнемдейді. Шыны қалдықтары да толық қайта өңдеуге болатын материалдардың бірі, алайда шынының әртүрлі түстері мен қоспалары кейде технологиялық қиындықтарға туғызады. Қайта өңдеуді кедергі келтіретін басты факторлар қалдықтардың ластануы, фракциялардың дұрыс бөлінбеуі және қайта өңдеуге нарықтың сұранысының төмендігі.
Қалдықтар қайта өңдеуден бөлек, оларды энергияға айналдыру технологиялары да кеңінен тарап келеді. Waste to energy жүйелері қатты қалдықтарды энергия көзіне айналдыруды көздейді. Жоғары температуралы жағу қондырғылары қалдықтарды 850-1200 градус Цельсияда жағып, жылу және электр қуатын өндіреді. Қазіргі заманауи зауыттарда түтін газдарын қатты жүйелегі диоксиндер мен ауыр металдардың залалсыздандыруын қамтамасыз етеді. Пиролиз және газификация технологиялары органикалық қалдықтарды оттегісіз немесе оттегі шектеулі ортада ыдыратып, пиролиздік май немесе синтез газын алуға мүмкіндік береді. Қалдықтарды басқару жүйесінің соңғы кезеңі зиянсыздандыру және көму. Қалдықтардың бір бөлігі ғана қайта өңдеуге немесе энергияға айналдыруға жарамды, ал қалған қалдықтар санитарлық полигондарға жіберіледі. Қазіргі заманғы полигондар экологиялық қауіпсіз талаптарына жауап беру тиіс. Жер асты суларының ластануын болдырмау үшін арнайы геомембрана төсеніштері қолданылады. Полигондардағы газды жинау жүйелері арқылы металл алынып, кейін энергия өңдеуге пайдаланылады. Биореакторлар полигондарда қалдықтар табиғи емес, басқарылатын жағдайда тезірек ыдырайды. Бұл ландфилл газының өндіруді және оның бақылауын жеңілдетеді. Осылайша қатты қалдықтарды басқару жүйесінің кезеңдері көп сатылы, күрделі және өзара тығыз байланысқан процесс. Әр кезеңнің тиімділігі бүкіл жүйенің нәтижелілігіне тікелей әсер етеді. Қазіргі заманғы экологиялық саясат қалдықтарды мүмкіндігінше қайта өңдеуге жіберуді, энергия өндіру технологияларын жетілдіруді және дәстүрлі полигондарға түсетін қалдық көлемін азайтуды көздейді. Жаңа технологиялар мен инновациялық тәсілдер қалдықтарды басқарудың тұрақты дамуға бағытталатын экономикалық жүйеге айналдыруға мүмкіндік береді. Қалдықтарды басқарудың заманауи технологиялары. Қатты қалдықтарды басқару саласындағы қазіргі технологиялар соңғы 10 жылдықта айтарлықтай жаңарып, дәстүрлі тәсілден біршама күрделі, интеллектуалды және экологиялық қауіпсіз шешімдерге көшті. Әлем елдері қалдықтарды жою емес, оларды тиімді ресурстық айналымға қайта тарту бағытында стратегиялық технологияларды белсенді енгізуде. Бұл үдерістің негізгі қозғаушы күштері технологиялық инновациялар, жасанды интеллекттің дамуы, энергия тапшылығы және жасыл экономиканың кеңеюі. Қазіргі технологиялар қалдықтардың толық өмірлік циклін қамтып, жинаудан бастап энергияға айналдыруға дейінгі барлық кезеңдерді қолданылуда. Қалдықтардың басқарудағы маңызды жаңалықтардың бірі смарт технологиялардың дамуы. IoT технология жүйелері қалдық жинау контейнерлерінде орналасатын сенсорлар арқылы контейнердің толымдылығын, температурасын және орналасқан орнын нақты уақытқа бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер тасымалдау логистикасын оңтайландырып, қажетті маршрутта автоматты түрде құра алады. Мысалы, бұрын қоқыс жинайтын көліктер белгілі бір кесте бойынша барлық контейнерлерді аралап шықса, бүгінде тек толған контейнерлерге ғана барады. Бұл жанармай шығындарын азайтып, көміртек шығындарын төмендетеді. Қазіргі технологиялардың тағы бір ірі бағыты автоматтандырылған сұрыптау орталықтарының дамуы. Бұрын сұрыптау жұмыстарының басым бөлігі қолмен жасалса, қазіргі таңда көптеген елдерде толық автоматтандыру жүзеге асырылған. Оптикалық не AR сенсорлық пластик түрін, түсін және құрамын секундына ондаған рет анықтай алады. Ауа ағыны арқылы жұмыс істейтін сепараторлар жеңіл материалдарды ауыр фракциялардан ажыратады, магниттік сепараторлар металдарды бөліп шығарады. Соңғы жылдары жасанды интеллектпен жабдықталған робот сұрыптаушылар кеңінен тарала бастады. Роботтар контейнерлер үстінде қалдықтарды камера арқылы таниды және секундына бірнеше рет әрекет жасай отырып, қажет материалдарды дәл ажыратып алып отырады. Бұл технология сұрыптаудың сапасын арттырып қана қоймай,
адам еңбегімен салыстырғанда қауіпсіз әрі тұрақты нәтиже береді. Қалдықтарды өңдеудегі ең серпінді дамып жатқан бағыттардың бірі қалдықтарды энергияға айналдыру технологиялары. Waste to energy жүйелері қалдықтарды тек жою құралы ғана емес, энергия көзі ретінде қарастырылады. Жоғары температуралы жағу қондырғылары қалдықтарды 850-1200 градус температурада жағып жылу және электр энергиясын өндіреді. Заманауи инсинераторлар жоғары деңгейлі сүзгілеу жүйелеріне ие. Диоксидтер, ауыр металдар, күкірт оксидтері және азот оксидтері арнайы фильтр арқылы залалсыздандырылады. Пиролиз технологиясы органикалық қалдықтарды оттегісіз ортада ыдыратып, пиролиздік газ, сұйық май және көміртек алуға мүмкіндік береді. Бұл өнімдер отын немесе химиялық шикізат ретінде пайдаланылады. Полигондар технологиясы жаңа деңгейде көтерілуде. Бұрынғы жабайы немесе жай ғана топырақпен жабдықталатын полигондардың орнына биореакторлық полигондар келді. Мұнда қалдықтар шіріп, метан бөле бастаған кезден бастап арнайы құбырлар арқылы газ жиналып, энергия ретінде қолданылады. Лисеват арнайы сүзу және тарту жүйелерін өтеді, ал полигон аумағы газдың ағып кетуін анықтайтын датчиктермен жабдықталады. Дрондардың көмегімен полигон бетінің деформациясы, биіктігі және газ шығындылары үнемі бақылауда ұсталынады. Халықаралық тәжірибе және заманауи трендтер. Қатты қалдықтардың басқару саласындағы халықаралық тәжірибе соңғы жылдары экологиялық саясаттың инновациялық технологияларының және қоғамның саналы экологиялық мінез-құлқының ықпалымен айтарлықтай өзгерді. Әлем елдері қалдықтарды басқару дәстүрлі жинау көму модельдерінен циркулярлы экономикаға бағытталған кешенді жүйеге көшуде. Бұл бағытта Европа, Шығыс Азия және Солтүстік Америка мемлекеттері алдыңғы қатарда тұр. Алайда олардың тәжірибесі жаһандық трендтердің қалыптасуына негіз болып отыр. Еуропалық одақ қатты қалдықтарды басқару саласында ең қатаң және жүйелі нормативтік талаптардың енгізген аймақ ретінде танылған. Еуропалық одақтың қалдықтар жөніндегі директивасы қалдықтарды алдын алу, қайта пайдалану және қайта өңдеу басымдық берілетін негізгі принциптерге сүйенеді. Европаның жетекші мемлекеттері Германия, Швеция, Нидерланды және Австралия қалдықтарды сұрыптау деңгейін 60-70%-дан асырған. Әлемдік тәжірибеде соңғы жылдары қалыптасқан ең маңызды трендтердің бірі циркулярлық экономика қағидасының кеңеюі. Бұл модельде қалдық материал ретінде қарастырылмайды, ол қайта өңделіп жаңа өнімге немесе энергияға айналатын құнды ресурс ретінде қабылданады. Циркулярлық экономика өндіріс пен тұтыну жүйесіндегі сызықтық өндіріс, тұтыну, жою моделін өндіру, пайдалану, қайта өңдеу, қайта өндіру циклімен алмастырды. Мұндай қалдықсыз технологиялар қайта өңдеуге оңай материалдар және ұзақ мерзімді пайдалануға арналған өнімдер басты назарда болады. Еуропаның көптеген өнеркәсіп саласындағы өнімді жобалау бастапқы кезеңнен бастап, оның болашақтағы қайта өңделу деңгейіне дейін есепке алынады. Мұндай тәсіл қалдықтардың көлемін ғана емес, бастапқы ресурстарды тұтынуды азайтады. Халықаралық трендтер қатарына пластик циклін жабу, биологиялық ыдырайтын материалдарды дамыту, сандық экологиялық бақылау жүйелерін құру, қалдықтарды энергияға айналдырудың жаңа буын технологияларын енгізу, жасанды интеллектті қолдану жатады. Әлемде қазір пластик қалдықтарына қарсы жаһандық бағдарлама жүзеге асуда. Көптеген елдер бір реттік пластикке тыйым салуда немесе оны азайтуға бағытталған саясатты енгізуде. Жалпы алғанда, халықаралық тәжірибе қалдықтарды басқару жүйесінің табыстылығы кең технологияға емес, қоғамның экологиялық мәдениетіне, мемлекеттік саяси
ерік-жігеріне және экономикалық ынталандыру шараларына тікелей байланысты екенін дәлелдеп отыр. Қорытындылай келе, қатты қалдықтарды басқару қазіргі таңда дүние жүзінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты бағыттарының біріне айналды. Бұл сала дәстүрлі көму әдістермен алшақтап, сұрыптау, қайта өңдеу, энергияға айналдыру және қалдықсыз өндіріс принципіне негізделген заманауи жүйеге өтуде. Тиімді басқару қалдықтарды өзінде дұрыс бөлу, оларды логистикалық тұрғыдан оңтайлы тасымалдау, жоғары технологияларды сұрыптау кешендерін қолдану және қайта өңдеу көлемін ұлғайту арқылы іске асады. Сонымен қатар, қатты қалдықтарды басқару тек техникалық процесс емес, қоғамның мәдениеті, мемлекеттік саясат және инновациялық технологиялардың үйлесімді жұмысы нәтижесінде тиімді іске асатын жүйе. Тұрақты даму жолында өтуде бұл саланың маңызы жыл сайын артып келеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.